Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында қатпарлы самса дайындаймыз. Ең бірінші біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы суға жұмыртқа тұз салып араластырып, ұн қосып жақсылап илеп, жылы жерге 20 минутқа салып қоямыз. Дайын болған қамырды шұқа етіп дөңгелектеп жайып, арасына май жағып орап дөңгелектеп 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ары қарай фаршқа майда етіп пияз турап, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан дайын болған қамырымызды алып, майда бөлікке бөліп, шұқа етіп жаямыз. Арасына фарш салып, түйіп шығамыз. Самса үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себеміз. Алдын ала дайын болған қыздырылған газдың духовкасіне 180 градусқа 30 минутқа қоямыз. Біздің самсамыз дайын болды. Енді дайын болған самсамызды тарелкаға әдемілеп салып шығамыз. Бізге ас болсын.